Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымды мен мынандай әдемі сөздермен бастағым келеді. Көк түс аспанға ұқсайды. Аспанымыз ашық болсын. Мен қызыл түсті таңдадым. Қызғалдақ гүлдері жайнап өссін. Күніміз ашық болсын, жеріміз кең болсын. Ауымыз таза, суымыз тұнық болсын. Гүліміз жақсы өссін деймін. Және де балалар, сіздерге осы сабақты жақсы, толық меңгерулеріңізге тілектеспін. Енді балалар, мына суретке қарап көріңіздерші. Бұл бала не туралы ойланып отыр? Иә, әрине, бұл баланы мазалайтын сұрақ кім боламын? Сіздер де кім боламын деген сұраққа жауап беріп көріңіздерші. Иә, әрқайсыңыз әртүрлі мамандықты таңдағыларыңыз келеді. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз мамандық таңдау туралы болмақ. Балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы мамандық таңдау. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау. Бүгін сіз перифраз түрінде берілген сұрақтарды түсініп жауап бересіз. Перифраздалған сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты табасыз. Көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымыңызды айтасыз. Ендеше балалар, перифраз дегеніміз не? Перифраз құбылыстар мен заттардың атын атап түсін түстемей, айрықша белгі қасиеттеріне негіздей отырып ауыстыру тәсілі. Перифраз сөзге мағыналық реңк беріп, оның әсерін күшейтеді. Мысал үшін алатын болсақ, орман патшасы деп арыстанды айтуға болады. Комбайнның орнына дала кемесі сөзін қолдануға болады. Көмір сөзі орнына қара алтын перифразын қолдануға болады. Перифраз жасаудың тәсілдері: сөйлемге тілдік өзгерістер жасай отырып, белгілі ойды басқа сөзбен жеткізу. Сөйлемдегі сөз формасын басқа сөз табына алмастыру. Сандар мен статистиканы өзге формаға ауыстыру. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөздерін өзара алмастырып қолдану. Сөйлем құрылымын өзгерту, байланыстырушы сөздер қосу. Жақтарды өзге жаққа алмастыру. Яғни бірінші жақты екінші жаққа, екінші жақты үшінші жаққа алмастырып қолдану. Балалар, естеріңізде ме? Мектепте постер қорғайтын едік. Бірақ ол жерде біз топпен қорғайтын едік. Бүгін сіздер постерді жеке өздеріңіз құрып, өздеріңіз ортаға салуларыңызға болады. Сіздерге мамандық сөзіне ассоциация, мамандықты таңдаудағы критерийлеріңіз және майталман маман болу үшін не істер едіңіз деген сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Және де бұл жерде перифразды қолданып көріңіздер. Ендеше балалар, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият оқыңыз. Перифраздың түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақ құрастырыңыздар. 2-3 сұрақ құрастырсаңыздар жеткілікті. Тамаша балалар. Енді менің сұрақтарыма жауап беріп көріңіздер. Перифраз түрінде берілген сұрақтарға жауап бере отырып, сіздер мәтіндегі қажетті ақпараттарды анықтайсыздар. Бірінші сұрақ: мамандық таңдауда ең бастысы не? Қабілет пе, дарын ба, әлде мамандықтардың қоғамдағы беделі ме? Екінші сұрақ: ауыл экономикасын көтеру үшін ауылға ең алдымен қандай мамандықтар қажет деп ойлайсыңдар? Үшінші сұрақ: белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жоғары білім алу қажет пе? Төртінші сұрақ: еңбек нарығындағы бәсекелестік туралы не білесіңдер? Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу керек деп ойлайсыздар? Және алтыншы сұрақ: жақсы маман болу үшін адам нені білуі және үйренуі керек? Сіздер бұл сұрақтарға жауап беру арқылы мәтіндегі қажетті ақпараттарды анықтайсыздар деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз сөз жасам туралы түсінік. Сөз жасам жаңа сөздер тілді байытады. Сондықтан тілдің сөздік құрамының баюында негізгі қызметті қазақ тілінің сөз жасам жүйесі атқарады. Сөз жасамның 3 тәсілі бар: синтетикалық, аналитикалық және лексика-семантикалық. Синтетикалық тәсіл негізгі сөз тудырушы жинақтарының жалғануы арқылы екінші мағынаның туындауына әсер етеді. Мысалы, әсемпаз, сырлы, куәгер. Екінші аналитикалық тәсіл негіздердің бірігуі, тіркесуі, қосарлану арқылы ерекше мағыналы атау жасау қабілеті бар тәсіл. Мысалы, өнеркәсіп.
Лексика-семантикалық тәсіл. Белгілі бір сөздің жаңа мағынаға ие болуы арқылы жаңа сөздің жасалу жолы. Бұл тәсілде сөз дыбыстық, морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрын қолданылып жүрген мағынасының үстіне жаңа мағына қосып алады екен. Мысалы, ақ, айтыс, бүлдірген. Есте сақтау керек жайт, сөз жасау мен лексикология сөзді әр тұрғыдан зерттейді. Лексикология тілді бар сөздердің мағыналық ерекшелігін, шығу арнасын, ал сөз жасам болса, туынды сөздердің жасалу заңдарын зерттейді. Ендеше балалар, сөз жасамды қалыптастыру үшін екінші тапсырманы орындаңыздар. Кім көп табады? Сіздерге мәтіннен, яғни алдыңғы тапсырмаларда берілген мәтіннен сөз жасамның 3 тәсіліне сәйкес келетін сөздерді жазып алып, жасалу жолын түсіндіруіңіз керек. Мысал үшін, синтетикалық тәсілге маркетолог, аналитикалық тәсілге веб-дизайнер, семантикалық тәсілге ай сөзі. Тапсырманы жалғастырып көріңіз. Балалар, мәтінді мұқият оқыдыңыз, мәтіндегі қажетті ақпаратты анықтадыңыз. Енді анықтаған ақпараттарыңызды ментальды картаға түсіріп, ойыңызды қорытындылап көріңіздер. Қажетті ақпараттан перефраз жасаңыздар. Ментальдік картаны мысал ретінде, үлгі ретінде сіздерге салып қойдым. Балалар, сіздерге сабаққа қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Оқушылар, енді мына жерде берілген үзінділерді қолдана отырып, бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды SMS әдісі арқылы маған жолдауларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар балалар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.